Саламатсыздар, 7 сынып оқушылары. Алгебра пәні бойынша көбейткіштегі жүктеу формуласы бойынша 3-ші тоқсанның бір жиынтық бағалауының екінші нұсқасының b деңгейіндегі есептерін қарастырамыз. Бірінші есеп көбейткіштерге жүктеңіз дейді. А y-дің 4 дәрежесі минус 16 а. Бұны ары қарай түрлендіреміз. Бұдан ары қарай а-ның жақшаның сыртынан шығарып жіберетін болсақ, а-ның жақшаның сыртынан шығарып жіберейік. Жақшаның сыртынан y-дің 4 дәрежесі минус 16 қалады. Бұл формула а минус b, а квадрат минус b квадрат дегенге келеді. Мына формулаға келеді. А квадрат минус b квадрат. Ол былай а минус b, а плюс b. Осы деңгейге келтіріп аламыз. Бірақ бірінші мына бізде y-дің 4 дәрежесі дегенді y-дің 4 дәрежесі дегенді y-дің квадратының жақшаның сыртында квадрат деп алсақ болады. Мына y-дің 4 дәрежесі. Енді ары қарай шығарайық. А жақшаның сыртында қалсын. y-дің 4 дәрежесін y-дің квадраты минус квадрат минус 4-дің квадраты деп алсақ. Енді бұны ары қарай жүктеп жүреміз. Мынау енді біздегі а квадрат минус b квадратқа келіп тұр. Енді мына түріне түрлендіреміз. А жақшаның сыртында қала берсін. y-дің квадраты минус 4. y квадраты минус 4. y квадрат плюс 4. Енді біздегі y квадрат минус 4-те а квадрат минус b квадратқа келеді. Мұны ары қарай жүктеуге болады. Жақшаның сыртына аны шығарып жібереміз. А жақшаның сыртында өзінде тұр. y квадрат минус 4-ті y минус 2 y плюс 2 бойынша келтіруге болады. Одан кейінгі тұрған y квадрат плюс 4-тің өзінде жазсақ болады. Оны y плюс 2, y минус плюс 2 деп жазуға да болады. Оны да жазайық. y плюс 2, y плюс 2. Жаңа берілген көбейткіштерге жүктеу. Жауабы осы деңгейге түрленеді. Естен 6а квадрат формуласын қолданып, кубтың толық бетінің ауданын табу өрнегін жазып ықшамдаңыз дейді. Бұлдағы а-ның берілген мәні а тең 3х минус 4 деп берілген екен. Демек, а-ның орнына мына өрнекті қоямыз. S тең 6. А-ның орнына 3х минус 4-ті қоямыз. 3х минус 4-тің квадрат. Енді бұны ары қарай ықшамдаймыз. Енді 3х минус 4 деген а минус b-ның квадратының формуласы мына түрге жүктеледі. А квадрат минус 2аб плюс b квадрат. Енді осылай жүктейміз. Енді 6 жақшаның сыртында қалсын. 3-тің квадраты 3х-тің квадраты 9х квадрат минус 4 12. 12-не көбейсең 24х плюс 4 16. Бұдан ары қарай 6-ға көбейтетін болсақ. 6 9 54х квадрат минус 24 6-ға көбейтетін болсақ 144х плюс 16-ны 6-ға көбейтетін болсақ 96. Сондықтан бұның жауабы 54х квадрат минус 144х плюс 96 болады екен. Так, v тең а куб формуласын қолданып кубтың көлемін табу өрнегін жазып ықшамдаңыз. Жаңа біз ауданын қарастырамыз, енді көлемін қарастырамыз. Бізде а-ның орнына 3х минус 4 белгіленген. А-ның орнына сонда v тең 3х минус 4-тің кубы болады. Енді мына қысқаша көбейту формуласы а минус b-ның кубы а куб минус 3а квадрат b плюс 3аб квадрат минус b куб. Осыны түрлендіреміз. Енді қараңыздар. Бірінші а-ның кубы 3х-ның кубы. Значит 3 9 9 27. 27х куб минус 3-ті жақшаның сыртынан шығарып жіберейік. 3-ті жақшаның сыртынан шығарып жіберейік. А-ның орнына 3х 9х квадрат. Бұл бізде 4. Бөлінген 4 плюс 3-ті жақшаның сыртынан шығарып жіберейік. А бізде 3х b-ның квадраты плюс 4 4 16 минус b дегеніміз бізде 4-тің кубы дейік. Енді бұны ашайық. 27х куб минус так 9-дің 3-ті 9-ға көбейтеміз. 27х-тің квадрат көбейтілген 4 плюс 3 9х көбейтілген 16 минус 4-тің 3 дәрежесі 4 4 16 16-нан тағы 4 көбейтсең 64 болады. Тең болады 27х куб минус 27-ні 4-ге көбейтетін болсам 88 плюс 9-ды 16-ға көбейтетін болсам 144х минус 4-тің 3 дәрежесі бізде 64. Жауап осы. Үшінші есеп. Есептеңіз. 87-ның квадраты минус 174 көбейтілген 67 плюс 67-ның квадраты. Бұны қысқаша көбейту формуласын түрлендіріп салуға болады. Ол мына формулаға келеді. А минус b-ның квадраты тең а квадрат минус 2аб
плюс b квадрат. Сондықтан біз мына берілген есепті мына түрге келтіріп мынаған аударуымыз керек. Сондықтан 87-нің квадраты минус 74 екіге бөліп жіберетін болсақ 87-тен тиеді екен. 2 көбейтілген 87 бөлінген 67 плюс 67-нің квадраты. Біздегі мына берілген мына түрлендіріп алғанымыз а квадрат минус 2ab плюс b квадратқа түрлендіріп алдық. Енді оны мына формулаға секіртеміз. Сонда 87 минус 67-нің квадратына 87-ден 67-ні алсаң 20-ның квадраты шығады. Оның квадраты 400 болады. Үшінші бөлімдегі есептің екінші есебі 106-ның квадраты минус 121 бөлінген 122-нің квадраты минус 64. Бұл есепті біз мына қысқаша көбейту формуласына келтіруімізге болады. А квадрат минус b квадратқа. А минус b, а плюс b бойынша өрнектеледі. Енді 106-ның квадраты минус 121-нің квадраты деген 11-нің квадраты болады. Бөлімінде 122-нің квадраты минус 8-нің квадраты 64, значит 8-нің квадраты. Енді мұны қарай өрнектейміз. 106. Енді 106 квадрат, 11-нің квадраты а квадрат минус b квадрат. Келіп тұрған, сондықтан а минус b, а плюс b-ға қоямыз. 106 минус 11, 106 плюс 11 болады. Бөлімінде 122 минус 8, ал бөлімінде 122 плюс 8 болады. Одан қанша шығады? Бізден, так, мынадан біріншісінен 95 алынған кезде, қосылған кезде 117. Бөлімінде алынған кезде 114. Қосылған кезде 130 болады. Енді бұлар біз ортақ саты сандарға бөліп жазып 95 көбейтілген 117 бөлімінде 114 көбейтілген 130. Енді 95-ті біз 13 көбейтілген 5 деп алсақ болады. Екеуінің көбейтілгені 95 болады. 5 көбейтілген 13. 117-ні 39 көбейтілген 3 деп алсақ болады. Екеуінің көбейтіндісі 117 шығады. Бөлімінде 114-ті 38 көбейтілген 3 деп алсақ болады. Ал 130-ды 26 көбейтілген 5 деп алсақ болады. Енді ұқсас мүшелерін қысқартып жібереміз. 3 пен 3-ті қысқартып жібереміз. 5 пен 5 қысқартып жібереді. Нәтижесінде 13 емес 19 екен. 19-ті қысқартып жібереміз. 19 38-ге бөлсек мынадан 1-ден, мынаған 2-ден тиеді. Мына 26 39 деген санды тоже 13-ге қысқартып жібереміз. Мынаған 2-ден, мынаған 3-ден тиеді екен. Сондықтан бөлім 2 мен 2-ні көбейтсең 4, алымында 3 қалады. Бұл 3-ның 4-ке қатынасы деген сөз, ол 0,75. Төртінші соңғы есебі теңдеулер жүйесіне байланысты екі санның айырмасы 13-ге тең, квадраттарының айырмасы 221-ге тең дейді. Осы сандарды табыңыз. Бірінші санды x деп алатын болсақ, екінші санды y деп алайық. Екі санның айырмасы 13-ге тең дейді. Демек, x минус y тең 13-ге. Квадраттарының айырмасы 221-ге тең дейді. X квадрат минус y квадрат тең 221. Берілген жүйеміз осы. Бұдан біз x табатын болсақ, x минус y 13 дейді. X тең болады 13 плюс y болады. Енді 13 плюс y-ті мына x квадраттың орнына қоямыз. 13 плюс y квадраты минус y квадрат тең 221-ге тең. 13 плюс y-ның квадратын a квадрат плюс 2ab плюс b квадрат деген формулаға салып есептеуге болады. Сондықтан 13-ның квадраты 169 плюс 13-дің 2 еселенген 26y плюс y квадрат минус y квадрат тең 221. Ұқсас мүшелерін біріктіріп жібереміз. Мына y квадрат минус y квадрат плюс y квадрат екеуі жойылады. 26y 169 теңдіктің мына жерде минус болып кетеді. 221 минус 169. Y тең болады. 221 минус 169 бөлінген 169 алсақ, y тең 221 169 алсақ 52 болады екен. 52 бөлінген 26. Бұдан шығады y тең 2-ге. Енді мына y-ті апарамыз да мына формуланың орнына қоямыз. X тең 13 плюс y деген формулаға қоямыз. X тең болады 13 плюс 2, одан шығады 15 екен. Жауабы y 2-ге, x 15-ге тең. Енді орындарына қойып жүретін болсақ, x пен минус y-тің айырымы 13-ке, квадраттың айырымы 221-ге тең болады.